Сәлем балақай. Менің каналыма қош келдің. Бүгін біздер математика пәнінен 7 саны және цифрына берген тапсырмаларды орындайтын боламыз. Алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Ендеше кітабымызға назар аударайық. Бұл жерде кітапхана берілген. Кітапхана бұл кітаптар сақталатын орын. Тапсырма бойынша біздерге әртүрлі заттарды санап, оларды салыстыруымыз қажет. Кәне, бұл жерде компьютердің саны нешеу? Біреу. Ал парталардың саны нешеу? Парталардың саны 6. Кәне, бұл сандарды бір-бірімен салыстырып көрейік. 1 және 6. 1 кем 6-дан. Келесі, енді партаның үстінде жатқан оқулықты санайық. Оқулықтың саны 5. Бұл жердегі оқулықтың саны 7. 5 және 7 сандарын салыстырамыз. 5 кем 7-ден. Келесі, әрі қарай салыстыруымызды жалғастырамыз. Енді орындықтар санын санаймыз. Бұл жердегі орындықтар 7. 7 және партаның саны 6. 7 артық 6-дан деген өрнек шығады. Кітапхана аптаның 7-ші күні жұмыс істемейді. Ол күн қалай аталады? Ол күн жексенбі. Келесі екінші тапсырма. 7 санын қалай алғаныңды айт. Бұл жерде алдымен көк кітаптардың санын анықтап аламыз. Көк кітаптардың саны 6. Ал қызыл кітаптың саны 1. Сондықтан 6-ға 1-ді қосамыз. 6 қосу 1 тең 7-ге. Келесі екінші қатарда көк кітаптар санын санаймыз. Көк кітаптар саны 5, қызыл кітаптар саны 2. 2-ін бір-біріне қосамыз. 5 қосу 2 тең 7-ге. Келесі қатарда кітаптар санын санаймыз. Көк кітаптар 4, ал қызыл кітаптар саны 3. 4 қосылған 3 тең 7-ге. Келесі қатардағы көк кітаптардың саны 3, қызыл кітаптар 4. 3 қосылған 4 тең болады 7-ге. Келесі көк кітаптар саны 2, қызыл кітаптар саны 5. 2 қосу 5 тең 7-ге. Келесі көк кітаптар саны 1, қызыл кітаптар саны 6. 1 қосылған 6 тең болады 7-ге. Әр қатардағы көк және қызыл кітаптарды қосу арқылы 7 санын алдық. Келесі, көрсетілген сандар шығу үшін әр сөреге неше кітаптан қою керек? Бірінші сөренің төбесінде 6 деген сан тұр, ал бұл жердегі кітаптарды санайтын болсақ, кітаптардың саны 4. 6-ға жету үшін тағда 4 кітаптың жанына 2 кітап қосуымыз қажет. Келесі, 3 кітап тұр, 4-ке жету үшін оған тағда 1 кітап әкеліп қосамыз. Келесі сөреде 5 сан жазылған, сөреде 2 кітап тұр, оған 3 кітап қосамыз. Келесі 1 кітап тұр, 3 болу үшін жанына тағы 2 кітап әкеліп қосуымыз қажет. Балақай, осымен бүгінгі 7 санына берілген тапсырмалар аяқталды. Кездескенше.